Аббактағы 75-ші жыл. Мехико штаты. Бұзақы балдарды кездесуі. Тұр қой. Маған осы шоу ұнайды, маған осы шоу ұнайды, маған осы шоу ұнайды. Ассалаумағалейкум, қош келдіңіздер, бұл ұнайды. Әріптестеріме бөлек қошеметтеріңіз. Құрметті көрермендер, қазір негативті ойлы адамдар көбейіп кетті. Бір-бірін жамандайды, қарғап сілейді, ұрысудан алдына жан салмайды. Кез келген бастаманы жақсы болса да, жер қылып жіберуге дайын. Біздің ойымызша, дәл сондай адамдардың басын қосып, бағдарлама ашып, негативтен жарыстыруға болады. Сонымен, алдарыңызда негатив шоу бағдарламасы. Қайырлы күн деген кезде жаңбыр жауып кетіп, қыздар мейкаптарын ағып кетсін. Балдар шаштарың май-май су соғып кетсін, түсіндер ме? Бүгінгі бағдарламаға қош келдіңіздер. Рахмет деп атқан кезде ақылық тиіп қалсын. Себебі бұл негатив шоу бағдарламасы.
Олай болса мен ортаға өте жауыз, өте ешнәрсе ұнамайтын, өздерінен басқа ешкімді тыңдамайтын, беттерінен кәдімгі су, сіркесі ағып атқан қатысушыларды шақырам. Біріншісімен таныс болыңыздар. Инстаграм парақшасы, фейк парақшасы 20 парақшасы бар. Бүткіл жұлдыздарға тіркелген. Солардың барлығында не деген комментарийлер жазып жүреді. Өзі ырванда бірінші конкурстарға қатысады, содан кейін ұтылып қатты, лохотрон. Нечестно. Қазақтар өткенше біреуге үй алып бермейсіңдер ма деген комментарийдің авторы. Қарсы алыңыздар. Боцық Елжан. Боцық Елжан. Рахмет, бауырым, бұтың қисайып кетсін. Рахмет. Саған да соны тілеймін. Олай болса, келесі қарсыласты таныстырайын. Ол өте жауыз. Оның жүрегі қатып қалған. Себебі ол тіпті харекет қорының астында комментарий жазып атады. Қарсы алыңыздар, Шлянге Нұрсұлтан. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум. Передачаларың, бағдарламаларың 0 рейтинг жинасын. Ешкім қарамасын. Күні ертең жабылып қалсын. Уже бастап кеттіңіз ба? Не деген настрой десеңізші? Олай болса қарсыластар, қазір мына бастамастан бұрын бір-бірлерімізге қол алысып, тілек қойып. Бастайық. Давай, қазір бастағаныңызды сөзіңді ұмытып қал, естің ба? Болмаса ішің өтсін. Онда сен бар ғой, передача бітеді ғой, сол кезде үйге кетіп барады, соң вокзалға барып та, қарның ашып, вокзалдың қасындағы мантаны алған кезде, мантының ішінде дым ет болмасын, түсіндің бе? Болды. Құрметті қарсыластар, болды. Көріп тұрмын, қандай настрой бәшін екенін. Олай болса бастайық. Бірінші сайысымыз жерден алып, жерге салу. Біз қазақтар оған мастеріміз. Олай болса бастайтын Шлянге Нұрсұлтан. Көрдің бе? Сен дәж бастай алмайсың да. Бастауға лайық емесің. Біліп ал, қара. Сен Тараздағы номер 1 вайнер бол. Түсіндің бе? 48 мың постың болсын. Болмаса 28 мың адамға подписать сет. Сөйтіп 17-ақ подписчигің болсын. Түсіндің бе? Жестко айтты. Молодец, дайындалып келген. Не айтасыз? Онда сені бар ғой, сені Анджелина Джоли апа байқап қалып, сенің көзіңдегі мұңды көріп, саспа балам деп иығыңнан ұстап алып, саспа балам, сені асырап алам деп, негір балдардың қасына жатқызып қойсын, түсіндің ба сені? Мош. Не айтасыз? Сені бар ғой, Баян Есентаева байқап қалып, кешу тобына алып, сені ауыстырмай, өмір бақи ұстап отырсын. Я бы не потерпел, не айтасыз? Онда сені бар ғой, Нұрлан Албан байқап қалып, қазіргі түріңді көріп, мына шал кім екен деп, сені әжелердің тобына баян тартатын ата қылып қойсын, түсіндің ба оңбаған? Это перебор, не айтасыз? Сен бар ғой, сен бір 12 сағаттық самолетке ұшта, 12 сағаттық самолетке ұш, сосын 3 орындық болады ол самолетті, соң ортасына отырда, екі жаныңа диета кезет отырсын, түсіндің ба? Онда сені бар ғой, сені Ерболат Беделхан байқап қалсын, түсіндің ба? Шашыңды сарыға бояп, құлағыңа сырға таққызып, кіндігіңе пирсинг жасап, бұтыңа сары кожаный джинсы кигізіп, Асан Пердештің қызыңызды алама папа дейтін өлеңге клип түсіріп берсін, түсіндің ба? Огонь! Мықты! Сен бар ғой, сен кәдімгідей үйленесің, сөйт беташар істейсің ғой, беташарыңды қазақ фильм түсірсің, естің ба? Онда сен бар ғой, купеде жатасың ғой да, поездың купесінде, бет дым білмей ұйықтап атасың ғой, сосын бетіп айналып, бетіп көзіңді ашқан кезде, тальгоның проводниктары жатсың қасында, түсіндің ба оңбаған? Сен бар ғой, сен. Төреғали, ұлы дала баласы, кішкентай балдар аузына түкіреді ғой, сенің де аузыңа келіп, Құдай берген бекші түкірсін, естің ба? Онда сен бар ғой, вокзалдың қасынан самса алып атасың ғой, самсаны аласында бет бір тістегенде, самсаның ішінде кенталдың мысығы жатсын, түсіндің бе? Я бы не потерпел, не айтасың? Сен бар ғой, конкретно айтқанда, азанда ұйқынан тұрасың ғой, азанда өзіңмен жүресің, өзім деп ойлап жүресің ғой. Сөйтіп, бейтіп, қол жууға келген кезде, айнаға қараған кезде түрің Мұрат Әбділда болып қалсын, түсіндің ба?
Мұрат Асылда деді. Не айтасың? Маған дым болған жоқ, маған нормально менде. Онда сені қалаулымға шақырды. Тұра тұр. Аузыңа қарап сөйле, не айтып жатсың, шешеден боқтасаң боқта, қалаулым деп айтпа маған, Сабыр. Кешіріңіз. Ой, осы құрметті көрермендер, біз әрі қартай жалғастырамыз. Көңілді отырайық. Мына барлығымыз куә болдық. Қазақтар бір-бірлерін жерге алып, жерге салуға, бір-біріне жаман пікір айтуға мастер. Онымен біз өзі таңғалдыра аламыз. Бір-бірлерімізді күшті қылып жамандаған екенбіз. Ал енді мақтап көрейік. Ол біздің қолымыздан келе ме екен? Қалай болды ол мақтаған енді? Біз мақтауға онша жоқпыз ғой. Мен мүлдем жоқпын мен мақтауға. Бізде елекен ғой, елекен. Мақтай алады, сөйлей алады, сөз саптауы дұрыс. Мықты кісі ғой. Сөйлеп жүрген, халықтың алдында сөйлеп жүрген кісілердің бірі десен де болады, бұл кісіні бар ғой. Бұл кісі деген, ой. Ауыз толтырып айтарлықтай ғой бұл. Ой, пұрма, Құдай-ай. Беделі 5 атанға жүк болатын. Әрбір басқан қадамы нық болатын. Құдай-ай. Аузы дуалы. Ел ағасы десе де болады. Есірт жібердіңіз. Орал қаласының құрметті азаматы. Құдай-ай, бұл кісіге ескерткіш қоюға лайық қой, бұл кісіге. Бұл кісіге құрмет орденін беру керек, Құдай-ай. Есірді мынау. Аузын ашша жүрегі көрінетін. Не только жүрегі, аяқ киімінің размері көрінетін. Жүзінен нұр шаш тұратын. Ой, бұрмай, байсалды, байыпты, аузы дуалы, ақ жүрек, қой аузынан шөп алмайтын. Не деген инабатты, мәдениетті жан деседі. Құдай-ай, сосын не ғын, шілік есіріп кетті ғой. Сәл сен мен де мақтасай сәл. Нұреке, сізден асып қайда барам мен, айтыңызшы. Молодец, жақсы айтты. Тауып айтты, тұрыңыз. Рахмет. Құрметті көрермендер, бұл сайыста жеңіске жеткен Нұрсұлтан Шлянга. Дұрыс айтасың, дұрыс таптың. Бағдарламамыздың соңында құрметті қазақтар, құрметті жаман пікір жазып қалған негативный адамдар, бір-бірлерімізді жамандамай, боқтамай жүрейік. Әрқашанда сенімізді ақтап жүрейік. Маған осы шоу ұнайды. Қошеметтеріңіз. Маған осы шоу ұнайды. Сонымен, ұнайды шоу жобасында алғаш рет қыздардың намысын стендап жанрында қорғайтын Айым Бақытжанқызы стендап. Қошеметтеріңізбен ғана. Алдарыңызда Қазақстанның мастер спортасы Бақытжанқызы Айым. Мен спортқа қалай келгенімді айтып кетейін. Мен негізінде 6-шы сыныпқа дейін гимнастка болдым. Үлбіреген, аққу мойынды, нәзік қыз едім. Сөйтіп двордағы қыздардан өл таяқ жегеннен кейін папам алды да ой әкең деді да каратеге лақтырып жүрді. Сөйтіп каратеде таяқ жедім ғой мен. Сөйтіп папа бұл болмайды деді. Бұл үйдегі жалғыз қыз. Бұны еркек құсап тәрбиелеу керек бұны деді. Сөйтіп жарайды дедім. Сөйтіп алтын малға салып жіберді ғой. Жүрдім мен не істеп анау қой кезегі, малдың астын тазалау, шөп ору, шөп жинау. Оны көрді мама айтты, бұл болмайды деді. Бұны қыз қылып тәрбиелеу керек деді. Папамен қатарласып отырып, үйдің тірлігі ыдыс-аяқ жуу, тамақ істеу, шек қарын ашу үйретті ғой. Шек қарын ашу деген не екен білесіңдер ма? Иісін білесіңдер ма? Кайф,
аромат қой анау. Бір күн бойы қолынан кетпей жүреді ғой кәдімгідей. Сөйтіп папа маманың ортасында жүргеннен кейін гибрид болып өстім ғой. Гибрид реально. Оны түсінбей жатқан шығарсыздар. Не ол гибрид деген? Гибрид деген мынандай. Бір топтың арасында бір әдем қыздар отырады ғой бір. Соның ішінде ең онша емес отырады ғой. Вот сол мен. Шын айтам. Үй жаңа клубта бір қызды көресіздер ғой. Сөйтіп, мә қыз әдемі екен. Барып қарындас таныспадық па? Деп көндіріп үйге алып кетіп баратасыздар ғой. Сол көзім мияқта мен шығамын. Айгүл қаққа кетіп баратсың? Мияқта жігіттер бәрі онша емес, жүр қайттық үйге. Деп алып кетіп кайфалуын қыз мен ғой сол. Және де бүйтіп көшеде бір әдемі қыздарды көресіздер ғой. Сол кезде айтады, мә мынау темекі шегіп тұр ғой дейді да. Болмайды деп ұрсып ана қызға темекіні қойдырып кетеді. Маған келген кезінде, брат, темекі бар ма? Деп сұрайды менен. Реально, шын. Шыны тағы да айтып кетейін, менің атым Айым, бірақ атым өзіме ұнамайды. Неге десеңіздер, менен қандай Айым шығады? Менен максимум Толғанай шығады ғой. Толғанайды қоя салмай ма деймін да? Ол онша емес, нормально ол негізінде. Менің атымның алдына, есім алдына любой әріп қойсаңыздар, любой сөз шығады ғой. Шо, қараңыз, реально. Б, байым, тағанда не бар? С, сайым. Б, майым айтып қойдық. С, сайым, майым, тағында бар. Қ, қайым бар. Артур, райым, тағы бәрі келер, тура айтып тұрмын ғой мені. Ойайым шу. Яйым. Нормально. Жоқ, шыны керек, бәрі келе береді менің есім атына. Сол маған ұнамайды да ол ше. Еще тағдан бір айым бекен ай, күнім бекен ай. Мә, бәрі айтып қанымды шық қойыптар ғой. Шын әңгіме бұл негізінде. Тағы да маған сенбейді, сен қақтағы сенен спортсмен, құдай ай, сенен максимум сумайыз шығады ғой дейді ғой. Жоқ, мен кәдімгідей каратистпін мен кәдімгідей. Сенбейсіздер ғой, бір любой жігіт шығындыш, мысалы. Жүрші, сен балам білем мен, жүр, жүр. Жүрші. Жүр бірге, көмектесіз ма? Реквизит бола ма? Әдем шықса, әдем, So seductive. I take you to the candy shop. Басыңа қой. Сөйтті құдайынан тіле. Бұл трюктің ерекшелігі менің багажкаға бүгін алғаш рет деуім. Рахмет. Қыздар, сендерге айтар ақылым, багажкаға тимесеңдер, тимеңдер. Байға самый главное тиіңдер. Сіздермен бірге болған Бақытжан қызайым. Айым Бақытжан қызы, керемет. Жақында Қазақстан футбол құрамасының капитаны Бауыржан Исламхан ресейлік Зенит футбол клубында просмотрда болды. Неге екені белгісіз, Бауыржан Исламхан Зенитке өтпей қалды. Енді ол Біріккен Араб Әмірліктерінің Аль-Айн футбол клубында өнер көрсетеді. Сонымен Зенит футбол клубында өткен просмотрдан кейін Бауыржан Исламхан Қазақстанға келіп, өзінің бұрынғы командаластарымен кездесу үстінде. Исламхан келе жатыр! Салған қолыңай, чеккен добынай, ауылыңа қош келдің Исламханыма. Ай, жандарым, сағынып қалдым барлықтарыңды. Соскучилась по вас вообще. Қалай болды айтшы? Зениттің добын көрген аяқ қойған бірінші. Бірден, иә, қалай болды айтшы? Жестко ғой. Поляға шығасың. Он жақты қарайсың. Полный ғой.
Артыда полный ма? Айтсай, полный ма? Полный, алды да, арты да. Сосын? Ана жақта су береді саған. Тұра тұш. Бізде де береді ғой су. Тегін. Сұрасан еще тағы береді. Екі-екіден. Допқа. Кішкентай балаларға бара келіп береді. Мен бар жүрін ғой бір жақта. Сол қате екен негізі. Неме? Ей, сосын. Ол жақта кәдімгі ауырып қалсан, травма алып қалсан, врачтың өзі емдейді екен. Врачтың өзі ма? Ар жақта біз сияқты қазақтар ойнай ма? Жоқ, ол жақта біз сияқты ғой, біздің Қазақстандағыдай ғой, кілең орыстар. Сосын смело боқтай бересің ғой. Түсінбейді ешкім. Неме? Неме? Аршавинді көрдің бе? Аршай мен Қайратта ойнап жүргенде Россияға келсеңдер күтіп алам деді ғой да? Күтіп алған жоқ. Походу ойлады ғой деймін, Қазақстаннан ешқандай футболист келмейді деп. Барғансың ғой. Бірақ содан кейін кездестірдім Аршавинді. Бірақ басқа зат тұрады, қазғарта. Сосын жаңағы Есентай мол нешеге шейін жасай. Киімдер арзандады ма? Интересі басқада екен. Неме? Қалай бұл өзгерген бе Аршавин? Жоқ, әлі ше. Сен барып келдің ғой, неше түрлі приемдар үйренген ғой. Бір мастер-класс көрсетші. Финттер көрсетші. Видеоға түсіріп. Менде жоқ. Делай. Ма, топпен көрсей ма, топ? Жоқ, сосын бар ғой, ол жақтың бір қызығын айтайын ба? Ол жақта біздің Қазақстандағыдай емес, кім чемпион болатын білінбейді. Кәдімгі таласасын. Битва болады ол жақта. Мен сендерге бар ғой, Зениттен подарка алып келдім. Футболка. Маған дейші. Маған да берші. Маған да бересің бе? Маған бермейсің ба? Маңшы. Бітті доставка. Понедельник келеді соң қайтарып беремін. Жігіттер, манадан бері мен сендерге әңгімені аузым жыбырлатып айтып отырмын ғой. Өздеріңде не хабар, не жаңалық? Елдос Ахметов Қайсарға өтіпті ғой. Қайсарда ойнайды дейді ғой. Сол қалай екен жағдайы? Қой бізде тып-тыныш сол. Қазір қой бос, кейде заказ ашып домбырамен бит ашам. Молодец, Елдос Ахметов. Он қойшы, сен ана айтшы, Зениттен не үшін қайтып келдің? Ол жақта не кетіп қалдың? Ол жақта айлық аз. Қазақтарда аз. Іші пісіп кетті мен ол жақта. Тем более мен басқа клубқа ауысайын деп отырмын ғой. Қай клубқа? Аль-Айн деген. Ол қай жақта? Дубайда. Дубай? Неге Дубай? Енді өзің ойлап қарашыш. Барлық қазақтар Дубайда ғой. Маған осы шоу маған осы шоу. Қазақ футболы жасай берсін. Құрметті Бауыржан Исламхан. Біз саған сенеміз! Маған осы шоу маған осы шоу. Қарапайым халықтың жұлдыздарға, қоғамда болып жатқан түрлі әлеуметтік мәселелерге байланысты сұрақтары өте көп. Ал біздің бағдарлама сол сұрақтарға жауап беруге тырысады. Сонымен, араларыңызда студенттер бар ма? ОБТ-дан құлап қалғандар бар ма? Жоқ па? Бар екен. Онда сұрақтарыңыз дайындап отырыңыздар. Өйткені бүгін бізде қонақта ұлттық бірыңғай тестілеудің сұрақтарын ойлап табатын адамдар. Қошеметтеріңіз кәні? Жодан. Аманжан, әдеттегідей, өзің сұрақтан. Кеттік, бастайық. Қолдарымыз көтерейік. Опа. Неге проходной 50 бар? Проходной 50 бар сосын. Айтар, болады. Айдар, бауыр. Неге проходной 50 бар? Негізі проходной 80 балл, просто саған қарап 50 балл қылып жібердік. Именно саған.
Жалғастырайық, сұрақ бар ма? Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Осы НТ-да неге не нептен осы сұрақтар көп? Қандай сұрақтар? Қандай? Не нептен ол? Енептеу дейсің ба? Енептеу деймін ба? Не нептен осы сұрақтар неге көп? Ау! Сен кәдімгі біздің қоятын сұрақтар сияқты жаман нашар сұрақтар қойып жатсың ғой? Осы Сен тупой сұрақтар жақсы қояды екенсің. Сен бізге жұмысқа кір. Иә. Сен сияқтылар бізге керек. Сен маған сенесің, мен саған сенем, жай ғана басташы өзіңе. Саламатсыз ба? Сантехник шақырдыңыз ба? Да. Реал Мадридтің ойынын көрдіңдер ме? Иә, 3 гол салды ғой. Мен 2 қабатпын. Абай Құнанбаевтың 170 жасына арналған. 175 ғой. Иә, 170. Кім саған әдебиеттен сабақ беріп жүрген? Сәуле апай.